Қазақстан Республикасының жоғары сот кеңесі жанындағы сот төрелігі академиясында магистратураның білім беру бағдарламалары бойынша оқуға қабылдау аяқталды. Биыл алғаш рет мемлекеттік тапсырыс бойынша мемлекеттік емес сектордағы заң мамандықтарының өкілдері магистратурада оқуға үміткер болу мүмкіндігіне ие болды. Осыны ескере отырып, сондай-ақ жоғары сот кеңесімен бірлесіп атқарылған түсіндіру жұмыстарының арқасында конкурс бір орынға 10 адам құрады. Түсу емтихандарымен өткізілген конкурстың қорытындысы бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша 60 адам, ал ақылы негізде 40-қа жуық адам қабылданды. Бейіндік магистратурада оқуға түскендердің 20%-дан астам мемлекеттік емес сектордың заңгерлері, яғни нотариустар, жеке сот орындаушылары, корпоративтік заңгерлер және тағы басқалар. Биылғы жылдың келесі бір жаңалығы ғылыми педагогикалық бағыттағы магистратураға қабылдауды жүзеге асыру. Ғылыми педагогикалық бағыттағы магистратура жоғары сот кеңесінің төрағасы Дмитрий Михайлович Малаховтың өкімімен бекітілген академияны дамытудың 2025-2027 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру шеңберінде ашылды. Конкурс қорытындысы бойынша оқуға дайындықтардың ең жоғарғы деңгейін көрсеткен үздік үміткерлер іріктелді. Академияның қабылдау комиссиясы докторантурада оқуға құжаттарды қабылдау бойынша жұмысын жалғастыруда.